Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге мен қазақтың Аружаны. Ресей Украинаға басқыншылық жасаған сәтте Путиннің бұл әрекетіне ашық түрде қарсылықтарын білдірген Мәскеу әртістері өте аз болды. Украинада соғыс басталғаннан кейін Галкин әлеуметтік желілерде өзінің концерттерінде де ресейлік агрессияны ашық түрде айыптап, соғыстың дұрыс еместігін жеткізіп жүрді. Осыдан кейін федералды телеарналар оны түн кеші бағдарламасын жүргізуден алып тастап, оның қатысуымен жарнама беруден бас тартты және ол Ресейден көшіп кеткен болатын. 2022 жылдың қыркүйегінде Ресей әділет министрлігі Максим Галкинді шетелдік агенттер тізіміне қосты. Жақын күндері әзілкеш Максим Галкиннің концерттері өтетін Астана мен Алматыдағы концерттік алаңдарда шұғыл жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлық іс-шаралары тоқтатылды. Бұған дейін Галкин Қазақстанда оның концерттеріне мемлекеттік деңгейде тосқауыл қойылып жатқанын айтып, оның ойынша оны қисынсыз сылтаулармен өткізбейтін болған. Соғысқа ашық қарсы болғандарға біздің елде тосқауыл өте көп оңай қойылады. Ал Кремльдің басқыншылығын қолдаған әртістердің концерттерін өткізбеу үшін қазақ халқы петиция жинап, дау қылып, өз қарсылықтарын білдіріп, әрең дегенде бұл концерттер тоқтатады. Айырмашылық әрине жер мен көктей. Бұдан бөлек, еліміздегі жағдайларға тоқталсақ, Түркістан облысының құтқарушыларынан жаңа төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановқа құрмет ретінде ақша жиналған. Офицерлерге 50 мың теңге, қарттардағылар 20 мың теңге. Министр тағайындалған жағдайда ақша жинап, атап өту деген не сұмдық? Бұл нәрсені кім шығарды? Жемқорлықтан құтылар күн бар ма өзі? Жоқ, құтылмаймыз. Билік басындағылардың өзі жемқорлықтан тыйылмайынша, Назарбаевтардың байлығы елге қайтарылып, өздері сотталмайынша. Германиядағы тәжік иммигранттары президенттің күзетшісін ұрып соғып, Рахмонның кортежіне шабуыл жасады. Видеода бір топ иммигрант алдымен Рахмонның күзетшісімен кафеде сөйлесіп, соңында ол камерадағы белсенділердің бірін тепкілеген. Бұған жауап ретінде иммигранттар оны соққыға шыққан. Одан кейін Берлиндегі Рахмонның кортежіне таспен және жұмыртқамен шабуыл жасаған. Біздегі ақпарат осы видеоларды барынша таратып, өз қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.